желтоқсан Қазақстанның тұңғыш президент күні. Мереке мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел үшін атқарған ерен еңбегінің құрметіне орай бекітілген болатын. Дәл осы 1 желтоқсанның таңдалып алуына бекер емес. Себебі 1991 жылдың 1 желтоқсанында тәуелсіз қазақ елінде алғашқы президенттік сайлау өтіп, онда Нұрсұлтан Назарбаев 98% дауыспен жеңіске жеткен еді. Ал парламент 2011 жылы арнайы заң қабылдап, 1 желтоқсанды тұңғыш президент күні ретінде мемлекеттік мереке деп белгіледі. Бұл мейрам 2012 жылдан бері аталып келеді. 1 желтоқсан күні осыған орай қаламыздың мәдениет сарайында арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Бүгін 1 желтоқсанда біздің Теміртау мәдениет сарайында үлкен мерекелік бағдарлама өткізілуде. Бұл бағдарлама концерттік біздің тұңғыш президенттің күніне арналған. Бағдарламамызда мәдениет сарайының көркемөнерпаз коллективтары қатысуда. Бағдарлама барысында Теміртау қаласының жарық жұлдыздары өз өнерлерін көрсетіп, арнайы мерекеге арнап, теміртаулықтар тұңғыш президентіміздің ең сүйікті әндерін шырқады. Бұндай шаралар біздің жастарымызға, біздің халқымызға үлкен патриоттық сезім тәрбие жолында үлкен үлесін қосуда. Сондықтан бұндай шаралар міндетті түрде біздің мәдениет сарайымызда өткізіліп отырады. Әртүрлі шаралар болады. Енді осы желтоқсанға қарсаңында біз мәдениет сарайымызда тағы да біз балалардың конкурсын өткізгенбіз, Нұрлы дауыс деген. Ол да осы біздің елбасымыздың күніне арналып өткізген. Соның жүлделері орында алған балалар бүгін концертімізде қатысады. Аталмыш мерекенің басты мақсаты біріншіден бұл мемлекеттің іргетасын қалаған тұңғыш президентімізге ілтипат етіп, екіншіден халықтың қандай елде тұрып жатқанын еске салып, сыйластыққа, достыққа шақыру, береке бірлікке жетелеу болды. Мен бүгін президент күніне қатысып жатырмын. Бұл мерекеге қатысып жатқаныма өте қуаныштымын. Өткені біз барлығымыз өз президентімізді жақсы көреміз. Бұл мереке тарихи таңдау күні. Барлық қазақстандықтардың тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төңірегіне топтасу күні. Тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалап, шекарасын бекітіп, болашаққа бағыт-бағдар берген жер жаһанға танытып бүгінгідей біздің беделді әрі қуатты мемлекетке айналуымызда елбасының еңбегі ұшар теңіз.